Осындай қып-қызыл болып пісетін және қатпары өте көп қаттаманы жасағыңыз келсе, міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыз. Және де видеом ұнап жатса, сізге пайдалы болсам, комментарияға жазып, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге қамыр дайындап алу керек. Қамырға қажетті заттардың барлығын описанияға қалдыратын боламын. Сол жерді қарап, қамырды илеп қоямыз. Одан кейін сармайды ертуіміз керек. Кез келген сармай қолдансаңыздар болады. Мен осы шедро элето сармайын қатты жақсы көремін. Осыны жақсылап отқа қойып ертіп аламыз. Ол еримін дегенше біз ортасына салатын пиязды турап алсақ болады. 2-3 пияздың негізі мөлшері өзіңізге байланысты. Балдар көп ұнатпайды десеңіз, пиязын аздау қолдансаңыздар болады. Мен көп қосамын, өйткені пиязбен өте дәмді шығады. Мына еріп тұрған сармайымыздың үстіне қосып, пиязға кішкене тұз сеуіп жібересіздер. Тұзын көп қылудың қажеті жоқ. Қамырда да тұз болады, өйткені қыздар. Осы әдемілеп қуырып аламыз. Кейіннен жаңағы тынып тұрған, демалып тұрған қамырымызды алып, жұқа қылып жаямыз. Мен үлкендеу қылып жаямын, сіздерге қиындау болса, көбірекке бөліп жаясыздар қыздар. Барынша жұқалау қылыңыздар. Кейіннен қыздар айтатыным, ыстық күйінше пиязды салмаңыздар. Пиязды кішкене суытып барып салсаңыздар, сол кезде әдемі болып шығады. Ортасына салманы салып, әдемілеп орап шығасыздар. Орағаннан кейін де холодильникке бір 10-20 минутқа немесе қойып алсаңыздар болады. Кішкене сармайы қататын болса, сол кезде әдемі болып піседі. Мен 2 тестаны бірге жаямын да, осылай 2-ге бөліп ала саламын. Осыны қызып тұрған печкада 20-25 минут саласыздар. Негізі мен қаттысына қойып пісіремін, өздеріңіз қалағаныңыз бойынша. Ал беті әдемі болу үшін осылай жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жақтым. Өте керемет піскен кезінде хрустящий болып тұрады. Ертесіне жесеңіздер өте жұмсақ, әдемі қаттама болып шығады. Менің арнама тіркеліп алыңыздар, өйткені бұндай керемет видеолар менің арнамда өте көп.